Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен біз өткенде электрлік рецессивті барабанды лебедка туралы айтылған болатынбыз. Яғни 1/6 сурет. Оны қайта есімізге түсірсек, яғни бұл дегеніміз бір барабанда жүк шағыр бір рамкаға орнатылады. Жетек, яғни 6-шы фазалық роторы бар асинхрондық қозғалтқыштан жүзеге асырылады. Сонымен қатар редукторы бар барабан ішіндегі тісті муфтаның көмегімен қосылады. Әрі қарай редукторы бар қозғалтқыш серпімді, міне 5-ші серпімді алынбалы муфтамен жалғанған. Оның бір бөлігі, яғни редуктор жағынан тежегіш шкаф ретінде қолданылады. 4-ші тежегіш айнымалы тоқ магниті бар. 2 доңғалақты электр қозғалтқышын басқару. 7-ші контрольмен жүзеге асырылады. Сондай-ақ жаңағы лебедка рамасында 8, яғни нөмірінде орналасқан арналған резисторлар орнатылған. Электр көтеру шығырларында жүкті түсіру үшін қозғалтқыш жүкті түсіру жағына қосылады. Егер жүк салмағының моменті, яғни сол моменттегі жүк салмағының жаңағы лебедка берілісіндегі үйкеліс күштерінің моментінен үлкен болса, онда қозғалтқыш генераторлық тежеу режимінде жұмыс жасайды. Қозғалтқышты реверсиялау арқылы жүкті түсіру жүк шығырдың жұмысы кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Осы тақырып бізде болған өткенде. Осы 1/6 суретті қарастырғанбыз. Енді келесі бір барабанды құрылыс монтаждау жүк шығырларының бірнеше көтеру жылдамдығы болуы тиіс. Жүкті отырғызу кезінде төмен жылдамдық және жүкті көтеру мен түсіру кезінде жоғары жылдамдық. Көбінесе олар қос қозғалтқышпен және планетарлық муфтамен немесе редуктормен қолданылады. Цехтарда темір жол вагондарын тарту үшін, вагоншыларды тасу үшін немесе тағы басқа қызмет жасау үшін бір барабанды реверсивті шығырларды қолдану орынсыз болып табылады. Өйткені арқанды тарқату қолмен жүзеге асырылады. Яғни барлығы механикалық жолмен жұмыс жасағандықтан біз жаңағы барабанды реверсивті шығырларды қолдану оның шығыны көп болады. Сондықтан оны вагоншылар тасуда қолмен жүзеге, арқан тарту қолмен жүзеге асырылған, қолмен жасау арқылы оның шығыны көп болады. Мұндай жағдайларда лебедкалар 2 барабанмен орындалады. Арқанның жүк тармағы бір барабанға оралады, ал арқанның басқа тармағы осы уақытқа екіншісінен оралады. Яғни универсал әмбебап қолданылатын жылжымалы стационарлық емес, яғни тұрақты емес, 2 барабанды шығырды қамтамасыз ету үшін, яғни арқанның тура және кері тармақтары ұзындығының ара қатынасын өзгерту мүмкіндігі
Оның екі қозғалтқышы болуы тиіс, немесе екі барабанның жетек қозғалтқышының жетекші білігіне қосылуы функциялық конустың немесе ленталық муфталардың көмегімен орындалуы тиіс. Барабанды тежеу таспалы тежегішпен жүргізіледі. Тежегішті ашумен қатар муфтаны қосу жүзеге асырылады. Яғни барабанды орнына тежеу дегеніміз жаңағы тежегішпен жүргізіледі ғой, иә, тормозной. Ал енді тежегішті жаңағы ашумен қатар муфтаны қосу жүзеге асырылады. Яғни біз тежеген жағдайда, тежегішті қосқан жағдайда муфта автоматты түрде қосылады. Көтергіштер. Көтергіштер бұл қатты тік, кейде көлденең болуы мүмкін. Диагональды, вертикальды дейміз оны. Бағыттағыштармен немесе рельстермен қозғалатын арнайы жүк көтергіш құрылғылардағы жүк пен адамдарды көтеру үшін үзіліссіз, яғни циклдік болады, немесе үздіксіз деп айтуға болады, жұмыс жасайтын жүк көтергіш машина. Әсерді жетектен жүк көтергіш құрылғыларға беру әдісіне сәйкес арқан, тізбек, тірек, бұрандалы және поршынды көтергіштер ерекшеленеді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі видеоға кездескенше